Бүйрек күніне 24 сағат артық сұйықтықпен зат алмасудан қалған токсиндерді шығарып отырады. Сау бүйрек тәулігіне қанды 300 рет тазалауға қауқарлы. Яғни орташа есеппен 1500 литр қан әр күн сайын бүйрек арқылы өтіп тұрады. Көбіміз ісу, бас ауыру мен шаршаудың өзі дәрігерге көрінудің алғашқы белгілерін біле бермейміз. Ағзамыздың сүзгісі болған бүйрекке инфекция, созылмалы дерттер, нашар экологиялық ахуал, дәрілер, тағамдық токсиндер, темекі тарту, алкоголь, салауатты өмір салтын сақтамаудың барлығы да өз әсерін тигізеді. Бүйрек аурулары көбінесе білінбей жүріп пайда болады. Алайда адамдар сол белгілердің несеп жыныс жүйесіне тікелей қатысы барына назар аудара бермейді. Бүйрегі ауыратын адамдардың 96% уақыт өткізіп алса, жүрек қан тамыры ауруларына шалдығатын болады. Бүйрек ауыратын адамдардың қандай белгісі бар? Назар салсақ, зәрдегі көбік. Зәрі қатты қыстап дәрі сындырғанда көбіктің пайда болуы қалыпты жағдай. Ал оған қосымша аурулардың қосылуы алаңдауыңызға жақсы себеп. Дәрігерлер көбіктің зәрдегі ақуыз бен токсиндердің болмағанынан хабар беретінін айтады. Бұл бүйректің дұрыс жұмыс жасамауынан, әртүрлі қосындылар мен қан құрамын сүзгіден өткізудегі бұзылыстардан пайда болады. Ал қызыл және қоңыр зәр. Зәрдің түсі ақсарыдан бастап қою, кәріптес түске дейін түрлене беруі мүмкін. Оның түсін өзгертуге кейбір жеген тағамдарыңыз әсер етіп жатады. Мәселен, қызылша, жидек, дәрі-дәрмектер зәрді сарғылт, қоңыр, қызыл, тіпті жасыл көк түске бояп жібереді. Ал мұндағы басты мәселе жоғарыдағы тағамдарсыз-ақ зәрдің қызыл түске енуі. Мұндай жағдайда жылдамырақ дәрігерге барыңыз. Зәрдің тұнық болмауы. Бұл бүйректегі тастан немесе несеп шығару жүйесіндегі инфекциядан хабар беретін симптом. Тұнықтығын бұзатын тағы бір себеп зәрдің сусыздануы, яғни қоюлануы. Мұндай жайсыздықты байқасаңыз, көбірек су ішуге тырысыңыз. Бірнеше литр сұйықтық зәріңізді қайта мөлдірлік қалпына келтірсе, бәрі дұрыс деген сөз. Егер олай болмаса, міндетті түрде дәрігерге қаралғаныңыз дұрыс. Бел ауруы. Ауырсыну сезімі арқада пайда болады. Қабырға астында омыртқа жотасының оң және сол жақ бөлігіне беріледі. Ол кейде ішке және жыныс жолдарына дейін жетіп жатады. Бұл ауруды омыртқамен байланыстырып шатастыратындар көптеп кездеседі. Ауруды одан әрмен асқындырып алмас үшін кәсіби көмекке жүгіну керек. Әсіресе әйелдер қауымы үшін маңыздылығы өте зор. Себебі әйел адамның денсаулығы, сұлулығы мен сымбаттылығының басты кепілі. Сондықтан да бүйрек жұмысының нашарлауы, оның әлсіздігі әйел ағзасындағы түрлі дерттерден хабар береді. Бүйрек әлсіздігінен бет, аяқ-қол, көздің айналасы ісіп кетеді. Бүйрек ағзадағы суды реттейтіндіктен оның жұмысы бұзылса, қан айналымы нашарлайды. Мұны ретке келтірудің оңай шешімі ұйқы алдында суды аз мөлшерде ішіп, белге арналған жаттығу жасау. Әйелдердің тез тоңу себебі бүйрек әлсіздігінен болады. Бастың ауруы. Бастың ауруы, ұйқының бұзылуы, мидың шаршауы, ойдың үнемі бөлініп кетуі де бүйрек әлсіздігінен болады. Бүйрек әлсіздігінен қан қысымы артады. Мұндай белгілер байқалысымен аурудың алдын алып, дәрігерге көрініп, емдік шараларды қолданбаса, бүйрек істен шығып, өмірге қауіп төндіруі мүмкін. Өз денсаулығыңыз өз қолыңызда.